Мен Қуатбай Гүлназ Алтынхан-қызы Шымкент қаласы полиция департаменті Қаратау аудандық полиция басқармасының тергеушісі болып жұмыс атқарамын. Яғни әйелдер мен кәмелетке толмағандарға қарсы жасалған зорлық-зомбылықты тергеймін. Осыған байланысты қазіргі таңда Шымкент қаласы полиция департаменті Қаратау аудандық полиция басқармасында әйелдерге қарсы жасалған зорлық-зомбылықты тек қана әйел кісі тергейді. Әйелдер мен кәмелетке толмағандарға қарсы жасалған зорлық-зомбылық қазіргі таңда ең жойқын адам құқығы бұзушылығының бірі болып табылады. Бұл денсаулық пен өмірге қауіпті мәселе және билікті теріс мақсатта пайдалану жағымсыз нормалардан бастау алады. Зорлық-зомбылық қоғамдық өмірге араласуға кедергі келтіреді. Қазіргі таңда менің өндірісімде 10-нан астам қылмыстық іс бар. Барлығы да осы әйелдерге қарсы жасалған зорлық-зомбылықтар. Мен өз басым қыз баласы болғандықтан тергеу амалдарын жүргізу барысында жәбірленуші әйелдермен сөйлесу кезінде әйел адамы бастан кешкен зорлық оқиғаларын маған ашып жеткізеді. Менің ойымша, осылайша әйелдермен әңгімелесу арқылы көптеген қылмыстарды ашуға болады.